Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз органикалық дәрі заттар. Органикалық дәрі зат алифатты галоген туындылары. Алифатты дегеніміз, яғни алифатты қосылыстар, олар үшін алкандар. Алкандардың галоген туындылары препараттарымыз хлорэтил, галатан, хлороформ және йодоформ. Бүгінгі дәрістің жоспары органикалық дәрі заттар және алкандардың галоген туындылары алу және идентификация, сандық анықтау, қолданылуы және қорытынды. Жалпы органикалық дәрі заттар құрамында көмірсутегі мен функционалдық топқа байланысты негізгі топтарға жіктейді. Ол алифаттық алкандар, алициклдық циклоалкандар, ароматтық гетероциклдық қосылыстар. Өз атауы айтып тұрғандай, алкандарға көбінесе алдында өтіп кеткендей, алкандар алкендер қосылыстарын естігеміз. Ал алифаттық деген ашық тізбекті. Алициклдық деген цикл алкандар, яғни тізбекті болғанда ол тұйықталған тізбекті алициклдық болып жіктеледі. Және ароматтық, яғни ол ароматтық деген құрамында ароматтық көмірсутектің сақинасы бар. Және гетероциклдық қосылыстар. Гетероциклдық қосылыстар ол 5 мүшел және 6 мүшел гетероциклдық қосылыстар жатады. Және өз атауы айтып тұрғандай, гетеро деген, яғни оның құрылымында көміртегі, сутегіден басқа азот, оттегі, күкірт бар препараттарды гетероциклдық қосылыстар деп атайды. Алифаттық қосылыстар, яғни алкандар. Бұл қосылыстар табиғи газ, мұнай және басқа да шикізат көздерінің құрамына кіреді. Алкандардың галоген туындылары. Көмірсутектердің галоген туындылары сутек немесе бірнеше атомдары галогенге алмасқан хлормен, броммен және йодпен шекті көмірсутектер туындыларын тобын құрайды. Кең көлемде қолданылған сұйық галоген туындылар, оларға жататын өкілдер хлорэтил және галатан. Галатанды немесе фторатан деп атауымыз болады. Атауы бар. Хлорэтил, латынша атауы көріп тұрғандай аэтилум хлоридум. Және екінші несі этилхлорид. Хлорэтил немесе этилхлорид. Әлсіз тән иісі бар, түссіз және жеңіл сығылатын газ тұтанғыш. Медицинада анестезия үшін күшті салқындату әдісін қолданылады. Бұрын кейде ингаляциялық анестезия үшін қолданылған және Попперс және азот оксид сияқты реакциялық мақсаттарда қолданылатын. Алу жолына келсек, хлорэтилді өнеркәсіпте жоғары температурада 400 градус Цельсияда хлорлау арқылы алынады. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, этиленге хлорды қосу арқылы біз хлорэтил мен тұз қышқылын алып тұрмыз. Және этиленге хлорды қосу арқылы хлорэтил мен тұз қышқылын алып тұрмыз. Этиленнен алу жолы өнеркәсіпте. Және екінші өкіліміз галатан немесе фторатан. Анестезияның хирургиялық сатысында жету үшін өздігінен ауамен немесе оттегімен араласқан немесе басқа есірткі заттармен, негізінен азот оксидімен бірге қолданылатын анестезияға арналған жоғары белсенді ингаляциялық агент. Алу жолдары фторатан. Фторатанда приондардың жоғары температурада бромдауына немесе хлорлауына негізделген. Енді өздеріңіз көріп тұрғанда мына жерде бізде хлорэтилфторидін бром қосу арқылы біз фторатан алып тұрмыз. Яғни біздің фторатанның құрамында фтор және бром бар. Хлороформ үшінші өкіліміз, бұл біздің хлороформ. 3 хлорметан және латынша атауы келтіріліп тұр. Көп дұрыс қой. Қалыпты жағдайда эфир иісімен тәтті дәмі бар, түссіз, ұшқыш сұйық. Іс жүзінде суда ерімейді. Онымен 0,23%-ға дейін массалық үлесі бар ерітінділер түзеді, көптеген органикалық ерітінділермен араласады. Хлороформ жалпы наркоз үшін қолданылады. Хлороформды ол ежелден келе жатқан жолдары бар. Ол біздің метанды хлорлау арқылы хлороформ аламыз. Және
сірке алдегид натрий гидроксидін қосу арқылы хлороформ мен құмырсқа қышқылының натрий тұзы алынады. Келесі өкіліміз йодоформ. Йодоформ немесе трийод метан. Формуласы CH-йод3. Химиялық формуласы бар органикалық қосылыс. Ол өзіне тән күшті иісі бар сары кристалды зат. Біздің алғашқы алдында өткен хлороформ мен галатан хлорэтил бізде өздеріңіз естіп тұрғандай, олар бізде кристалды зат болды. Ал жоқ, кристалдың кешірім өтінемін, сұйық зат болды. Ал йодоформ үшеуіне қарағанда қатты зат болып келеді. Сол салыстырмалы түрде осы үшеуін қарастыруға болады. Және йодоформның алу жолдары. Этил спиртіне йод пен натрий гидроксидін қосу арқылы, этанол мен йод және натрий гидроксидін қосу арқылы біз йодоформ, калий иодиді, құмырсқа қышқылының натрий тұзы мен су бөлінетінін көріп тұрмыз. Физикалық қасиеттер. Хлорэтил, галатан және хлороформ физикалық қасиеттері бойынша бір-біріне жақын сұйықтықтар. Наркозға арналған заттар ретінде қолданылады. Ал йодоформ кристалды зат антибактериалдық белсенділікке ие. Физикалық қасиеттері. Хлорэтил, галатан және хлороформ физикалық қасиеттері бойынша бір-біріне жақын сұйықтықтар. Наркозға арналған заттар ретінде қолданылады. Ал йодоформ кристалды зат антибактериалдық белсенділікке ие. Хлорэтил қаны температурасы төмен болғандықтан қолдануға ыңғайлы қақпағы бар арнайы ампулада шығарылады. Ампулалар вакуум толтырылады және дәнекерленеді. Физикалық константалар басқа препараттарын ажырату үшін инфрақызыл спектроскопиясын пайдаланады. Яғни физикалық қасиеттерінде бізде жаңа айтып кеткендей, бәрі бір-біріне өте жақын сұйықтықтар, наркозға арналған заттар, тек қана йодоформ кристалды микробқа қарсы әсер көрсетеді. Ал енді бұлардың бәрін идентификациясы. Галоген туындыларының идентификациясы. Бельштейн схемасын жүргіземіз. Препараттың азот қышқылымен өңдеп дистилденген сумен шайылған мыс сымды қыздырғанда жалын түсінің жасыл түске боялауы оның құрамында фторатанның бар екендігін дәлелдейміз. Темір 3 тиоцианат ерітіндісінің түзілуіне фторид ионы бар екендігінде де айтыламыз. Яғни фторид ионы бар екендігін темір 3 тиоцианат ерітіндісінің түзілуі арқылы білсек болады. Темір 3 тиоцианатына фторидті қосу арқылы біз мында қосылыс алып тұрмыз. Галатандағы фторды анықтау үшін металды натриймен жағады. Галогенит ионын тиісті аналитикалық реакциямен анықтайды. Құрамында хлор және бром бар қосылыстар минерализациялау арқылы анықтайды. Құрамында йоды бар қосылыстар минерализациясы арқылы анықтайды. Фуджива реакциясы хлор, бром және йодтың идентификациясы тән шифр негізінде жүреді. Сандық анықтау кезі агентометриялық әдіспен анықтайды. Қолданылуы. Соңынан келген айтып кететіндей, бұл алифатты галоген туындылары көбінесе хлор атомынан тұратын хлорэтил, жеңіл, қысқа мерзімді наркотикалық әсерге тән, наркоз үшін қысқа мерзімді хирургиялық ота жасап қолданылады. Құрамында хлор және бром, фтор атомдары бар галогенит айқын наркотикалық әсерге ие галатан. Ұзақ хирургиялық араласулар ингаляциялық наркоз үшін қолданылады. Ол тез арада еніп, ағзадан тез шығады. Шырышты қалыпта тітіркендірмейді, бауырдың қызмет әсері төмен болуы хлороформға қарағанда. Яғни осы галоген туындыларының сақталуын қарастырсақ, бұл тізім бойынша сақтайды. Хлороформ және фторатанды шағын көлемдегі қара шыныдан жасалған тығыз жабылған ыдыстарда құрғақ, салқын және жарықтан қойылған жер температура 8-ден 15 градус Цельсий аралығында болатын ауа өткізбейтін ыдыстар сақтайды. Құрғақ және салқын жарықтан қорғалған жерде температурасы міне сізде көріп тұрған 8-10 градус Цельсиясында болатын ауа өткізбейтін ыдыстар сақтайды. Яғни бүгін біздің қысқаша дәрісіміздің өзі тақырыбы органикалық дәрі заттар, алкандардың галоген туындылары, хлорэтил, галатан, хлороформ, йодоформ. Енді қорыта айтқанда, бүгінгі тақырыбымыз алкандардың галоген туындылары.
яғни біз бірінші идентификациясында ажырата алуымыз керек. Әсіресе хлорэтилда хлор болады, галатанда бізде фтор мен бром бар, йодофорында хлороформис бар. Так, сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, нелеріңіз болса, осы YouTube желісінде немесе өзінің жеке топтарына кірсеңіздер болады.